Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіз іздеген сникерс пирогының оригинал рецебін дайындайтын боламыз. Әрбір қонағыңызға ұялмай ұсынатын боласыз. Бөлме температурасындағы 150 грамм майымызға 2 ас қасық шекер, 1 жұмыртқа, 10 грамм қопсытқыш, 20 грамм какао, 150 грамм ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай өте жұмсақ, қамыр шығуы тез. Қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Кішкентай бөлігін морозильникке қатырып қоямыз. Үлкен бөлігімізді осы формамызға жақсылап жұқалап жайып шығамыз. Бөлек бір құрғақ ыдысымызға 1 банка вареная сгущенкамызды қосып, үстіне ұсақталған 150 грамм орехымызды қосатын боламыз. 1 келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Формаға дайындап қойған қамырымыздың үстіне орехымызды салып, тегістеп жайып шығатын боламыз. Кейін морозильникте қатып тұрған қамырымыздың екінші бөлігін пирогымыздың үстіне тегістеп тергілеп шығатын боламыз. Пешімізді 10-15 минут бұрын қыздырып қоямыз. 180 градуста 25 минут пирогымызды пісіреміз. Осымен біздің өте дәмді және нәзік сникерс пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын. Каналыма жазылып, видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.